Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті түрлі ақпараттармен бөлісетін боламын. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуларыңызды күтемін. Бүгін сіздерге статистикалық есептілік бір инвест қалай толтырылады, соны көрсететін боламын. Жалпы бұл есептілікті инвестициялық қызметпен айналысқан кәсіпорындар немесе жеке дара кәсіпкерлер тапсырады. Бір инвест есептіліктің жылдық және де ай сайын тапсырып отыратын есептілігі бар. Біз бүгін ай сайынғы тапсырылатын есептілікті қарастырамыз. Сайтқа өзіміздің ETSIP-ымыз арқылы кіреміз, statkov.kz. Сол жерде кабинет респондента деген бар, яғни жеке респонденттің кабинеті. Ол жерді ашқан кезде сізге осындай опрос шығады. Бұл жерде өзіңізге керекті, өзіңіз қалаған кез келген жерге белгі қойып, арқарай ETSIP-ыңыз арқылы қол қойып жабасыз. Яғни статистикалық ақпаратты таратуға келісім, немесе келісемін, келіспеймін деген осындай жауаптар бар. Яғни сіздің жалғыз ғана өзіңіздің ақпаратыңыз емес, барлық кәсіпорындардың ақпараттары жинақталып, олар бір үлкен цифра болып жарияланады. Соған сіз келісім бересіз бе, бермейсіз бе, соны көрсетесіз. Және де ашылған жерден мои отчеты деген бар. Соны ашқан кезде бір инвест дегенді таңдаймыз, создать новый отчет деп басамыз. Бірінші бет біздің код территориямыз, яғни като деп аталады. Сіздің жаңағы предприятияңыз, кәсіпорныңыз қай жерде орналасқан, сол бойынша таңдайсыз. Екінші бетті ашқан кезде бізде инвестицияның қайдан бөлінгендігі туралы, яғни әртүрлі көздері бар. Мысалға, жергілікті бюджет, немесе республикалық бюджет, немесе сіздің өзіңіздің ақшаңыз, немесе шетелдік инвестиция деген сияқты. Бірінші кезекте всего дегенді таңдайсыз, яғни бұны әрбір элементті осы справочниктің ішінен біртіндеп теріп отырмасаңыз, сіздің есептілігіңізде үлкен қателіктер шығады. Сол себепті әрбірін жеке-жеке енгіземіз. АКТ сіздің инвестицияңыз қайда жұмсалды, сол бойынша таңдап аласыз. Бірінші бізде бұл предприятие бойынша, яғни собственные средства деген. Және де бұл жерде есептілікті қарасаңыздар, үстіңгі жағында в тысячах теңге деп тұр. Яғни егерде сізде 1,5 миллиард болатын болса, сіз оны мыңға бөлесіз де 1,5 миллион деп толтырасыз. Осы жерден қателесіп кетпеу керек, әйтпесе сіздің сандарыңыз үлкен сума болып кетеді. АКТ туралы айттым, егерде аренда болса аренданың, производство болса производствоның АКТын қоясыздар. Одан кейін жаңағы всевоның ішінде сізде қайсысына жатады, барлығының ішінде соны таңдайсыз. Қандай инвестиция қайда жұмсалды, қандай шығындар, соны тересіз. АКТ барлық жерде бірдей болады, және де сумма да барлық жерде бірдей болады. Осы справочник, яғни анықтамалықтың ішіне әрбіріне енгізе отырып таңдайсыз. Видеода мысалға бұл кәсіпорын бойынша өзінің қаражаты, яғни собственные средства, және де оның ішінде бұл инвестиция қайда жұмсалды, соны түкпіріне дейін, яғни ең бастапқы қандай сізде, ол қай анықтамалықтан шығады, соғанға дейін теріп шығасыз. Яғни байқасаңыздар, мен бұл жерде код строки өзгеріп отыр, бір, осылай түбіне дейін жетіп, соны таңдаймын да, ал қалған АКТ пен суммасы сол бір сумма болып табылады. Бұл, яғни бұл предприятияның инвестициясы, затраты на работы по строительству нежилых зданий, яғни нежилое здание тұрғызып жатыр, соған қаражат бөлінген, соны таңдап жатырмыз. Енді осының барлығын толтырып болғаннан кейін проверка ошибок дегенді басып тексеріп алуға болады. Сонда сіз қай жерде толтырмадыңыз, сізге осындай логикалық тексеріс беріледі. Бұл жерде қарасаңыздар, мен ең үстіңгі сумма, яғни барлығы 1,5 миллион дегенді толтырмай кеткенмін. Соны қайтадан толтырып, қайтадан проверка ошибки дегенді басамын, тексеремін.
жаңағы көп болып тұрған қателіктер жоғалды, тек біреу қалды. Яғни бұл бірақ бізде допустимый контроль, оны толтырмаса да болады деген сөз. Сондықтан мен бұған тиіспеймін. Және де егер де сіздің жаңағы нежилой помещениеңіз әлі құрылыс үстінде болса, онда екінші бөлімді ғана толтырасыз. Үшінші бөлімді толтыратын адамдар, ол егер де сіздің помещениеңіз толықтай өткізілсе, акт болса, сол кезде ғана толтырылады. А менің мысалымдағы адам бойынша әлі объект толығымен біткен жоқ. Сол себепті тек қана екінші бөлімді толтырамын. Данные исполнителя ол бізде түсінікті, жаңағы бухгалтердің немесе өзіңіздің аты жөніңізді, телефон, кім есептілікті толтырды, соның телефон номері, почтасын барлығын толтырасыз. Және де отправить деген кнопканы басамыз. Отправить деген кнопканы басып, одан кейін өзіміздің ECP-іміз арқылы қол қоямыз. Және де мен осы барлық есептіліктер бойынша қандай справка болатын болса, жылдың басында барлық айға справка тапсырып тастаймын. Және де жаңағы жерде байқасаңыздар, сізде осы айға справка бар, сіз оны жоя отырып есептілік тапсырғыңыз келе ме деген менде шығып тұр. Мен иә деп жауап бердім де есептілігімді тапсырдым. Енді менде жылдың басынан жылдың аяғына дейін, желтоқсан айына дейінгі мысалға тапсырып қойған справкаларым барлығы жойылып кетті. Осы жерден сіз өзіңіздің жаңағы тапсырған есептілігіңізді PDF арқылы көшіріп алсаңыз болады, егер қажет болса. Мен жаңағы справкаларды қайтадан тапсырып қою үшін осы жерге мои справки дегенге кіремін, добавить деп басамын. 2026-ның қай отчет бойынша, қай айларына тағы да анықтамалық тапсырып қоюға болады, соны таңдап тапсырамын. Мысалға, келесі айда срогын ұмыт кетпеу үшін, немесе менде мүмкін инвестициялық қызмет болмайтын шығар, сондай жағдайларда осылай справканы тапсырып қою ыңғайлы. Мысалға, мен май айына және есептілік жібердім. Енді июнь айынан бастап мен осылай справка тапсырып қойғым келеді. Яғни бұның ешқандай қателігі жоқ. Сіз өзіңіздің деректеріңізді жаңағыдай енгізесіз. Және де сізде есептілік июнь айы біткеннен кейін июль айы басталып, осындай кезектіліктер өтіп жатқан кезде алдын ала сіздің справкаңыз бар деген галочкаңыз шығып тұрады. Яғни сізге ешқандай айыппұл, ешқандай штраф келмейді, егер сіз отчет тапсырмаған болсаңыз. Ал егер де инвестицияңыз бар болатын жағдай болса, жаңағы мен сияқты есептілікті тапсырып, справканы аннулировать, яғни жойып жіберуге болады. Егер де ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет. Есептілікті тапсыратын достарыңызға бұл видеоны жіберіп, бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.